Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді, іші де сырты да толықтай піскен тауықтың сан етінен жасалған самсаны жасау жолымен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қарап лайк басып арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ол үшін ең бірінші жұмсақтап қамырымызды илеп аламыз. Осылай алдын ала өлшенген қаймамыздың үстіне жарты шай қасық содамызды салып шетке қойып қоямыз. Шамамен 1 минуттан кейін бұл өзі көтеріледі. Ол аралықта осылай құрғақ ұнымыздың үстіне сармайымызды салып толықтай қолымызбен араластырамыз. Осылай араластырып болғаннан кейін үстінен жаңағы бір шетке қойып қойған қаймағымызды салып, және де үстіне бір жұмыртқамызды салып жұмсақ етіп қамыр илейміз. Видеоның төмен жағында описание бөлімінде көрсетілген ингредиенттер бойынша жасасаңыз, қамырыңыз өте жұмсақ, қолыңызға жабыспайтын және де ыдысыңызға жабыспайтындай болып, өз бабында иленеді. Осылай барлығын біріктіріп, қолымызбен жұмсақ етіп қамырымызды илеп, тұндыруға шамамен 10-15 минутқа қойып қоямыз. Мінекей достар, өз бабында керемет болып иленді. Енді жуылып тазаланып алған осындай тауықтың сан еттерін тұздап, үстіне қызыл бұрыш, қара бұрыш, зира өзіңіздің қалауыңыз бойынша маринадтасаңыз болады. Осылай араластырып дайындап аламыз. Тұзды барлығы сіңіп, барлық жеріне бірдей тиюі керек. Осылай толықтай араластырып дайындап аламыз. Достар, енді осылай қамырымызды илеуге көшеміз. Осылай ұзыншақ етіп дайындап алып, осыны бірнеше бөліктерге бөліп, дөңгелектеп қамырымызды дайындап аламыз. Осылай қолымызбен дөңгелектеп домалақтап дайындап алған қамырымызды енді оқтаудың көмегімен осылай жазып шығамыз. Өте жұқа болып кетуге болмайды, өте қалың да болмау керек. Мінекей достар, осындай ғана көлемде болу керек. Енді самсамызды түймес бұрын астына осылай аз мөлшерде пияз салып, осылай кезек осылай әдемілеп түйеміз. Осылай әдемі болып түйіледі. Видеода барлығы түсінікті деп ойлаймын. Тағы бір қарап өтіңіздер. Мінекей достар, пиязымызды міндетті түрде саламыз. Осылай барлығын түйіп дайындап алғаннан кейін осылай табамызға салып, үстінен жұмыртқаның сарысын жағамыз. Бұл әрине әсемдік үшін, әдемілік үшін. Бәріне біркелкі осылай жұмыртқаның сарысын жағып алғаннан кейін үстінен мак немесе күнжіт сепсеңіз болады. Осылай барлығын дайындап алғаннан кейін 40 минутта 200 градуста пісіріп аламыз. Достар, өте дәмді болып шықты. Өз бабында, ішіндегі еті де, сыртындағы қамыры да күйіп кетпей өз бабында пісіпкен. Сондықтан осы рецепт арқылы жасап көріңіздер. Егер рецепт ұнаған болса, видеоның соңына дейін қараған болсаңыз, лайк басып, комментарий қалдырып, менің YouTube каналыма жазылып алуды ұмытпаңыздар.